Мен оған анам дедім, оған сендім, не деген өтірікші әйел дейді Якуб. Шукран күйеуіне шындықты айтқаны үшін өкініп тұрады. Джелал Мүжғанға келеді. Амандасып болған соң қахраман мен Элиф туралы сізбен сөйлесейін деп едім дейді. Мүжган мен ондай адамдарды танымаймын деп кетіп қалады. Элиф бүгін топырақты көруге келеді. Сондықтан Дефне топырақтың киімін ауыстырып жатады. Топыраққа өткенде үйіне барған әпке бүгін сенімен көрісу үшін бізге келмекші, бірақ ол жаман әйел, ол сені менен тартып алмақшы дейді. Сол кезде бала қорқып кетеді. Дефне оған қорықпа, ол әйелге мен сені бермеймін дейді. Джелал Мүжганнан Элиф туралы шындықты білу үшін оны көндіріп жатыр. Элиф туралы барлық шындықты айтып беріңізші, Мақсұт оған не істеді дейді. Мүжган Элиф деген кім екенін танымаймын деп қасарысып тұрып алады. Элифтің басы бәледе, ол қызға көмектесуіміз керек. Мақсұт жаман адам, ол тез байып кетті. Ол қалай байып кетті екенін білуіміз де керек дейді. Мақсұт мырза жақсы адам, Зейнеп ханым екеуі бақытты. Мені мазалай бермеңіз, әйтпесе полиция шақырамын деп Мүжган кетіп қалады. Топырақты көру үшін Элиф келеді. Ал Қимет болса, босқа үміттенбе, немеремді саған бермеймін дейді. Элиф, сіз араласпасаңыз жақсы болар еді дейді Қиметке. Қимет Элифке қарап, бұл үйде менің ғана сөзім жүреді. Мен рұқсат бергендіктен ғана топырақты көруге келіп тұрсың дейді. Элиф сөз қайтармайды. Жарайды, не болатынын көреміз дейді. Дефне топырақты алып сыртқа шығады. Қахраман да балконнан қарап тұр екен. Элиф топырақты өзіне шақырған кезде Дефне оны жібермей қояды. Қахраманның қарап тұрғанын білген Дефне баланы Элифке жібереді. Элиф баласын құшақтап, кейін оны ойната бастайды. Дефнеге бұл ұнамайды, ол теріс қарап Элифпен сөйлеспейді. Якубтың реніші әлі тарамаған, ол айналағымдағылардың бәрі өтірікші екен, мен оларды отбасым деп санап жүрсем дейді. Шукран да отқа май құйғандай, Ерухандардың отбасы сенің отбасың емес, сенің нағыз отбасың бізбіз, мен және қыздарың дейді. Якуб әйелінен Қахраман бұл туралы біледі ма деп сұраған кезде Шукран, жоқ, бұл туралы Қимет, мен және Дефне, Жанан үшеуміз ғана білеміз дейді. Элиф топыраққа деп ойыншықтарды сатып әкеліпті. Элифтің әкелген ойыншықтарын Дефне менсінбегендей, топырақ бұндай ойыншықтармен ойнамайды дейді. Дефне Элифке қарап, босқа әуреленіп жүрсің, баланы ала алмайсың дейді. Кімнің бекер әуреленіп жүргенін көрдік дейді. Сен мені өлтірмекші болдың, тірі қалдым, түрмеге қаматпақшы болдың, міне қасыңда тұрмын дейді. Болған шығар, берілсеңші Дефне дейді. Дефне баласына қарап, балам көп жүгірме, терлеп кетесің, сосын ауырып қаласың, әкең екеуміз уайымдайтын боламыз деп әдейі Элифке тиістіріп айтады. Элиф топырақтың жанына келіп, мен сені қатты жақсы көремін деп құшақтайды. Сол кезде топырақ, анашым деп Дефнеге қарай жүгіріп кетеді. Дефне көп ойнаса шаршап қалады, ұйқысы келіп тұр деп топырақты алып кетіп қалады. Элиф біртүрлі болып жалғыз өзі қалып қалады. Кетіп бара жатқан кезде бағанадан бері балконнан қарап тұрған Қахраманды көріп қалады. Элиф көзбен, қалайша маған бұны жасадың, өз балам мені танымайды дегендей болады. Якуб Шукранға, менен жасырған басқа құпияларың жоқ шығар дейді. Шукранның күйеуінен жасырған құпиясы бар еді. Ол Дефнеге сіді десікті сатқан еді. Одан алған ақшаны күйеуіне айтпай депозитке салып қойған еді. Күйеуіне, жоқ, сенен жасырған ешқандай сырым жоқ деп өтірік айтады. Якубқа үйге қайтайық дейді. Якуб, жоқ, бұл кеште қонақ үйде қаламыз дейді. Алдын Жанан Селимді жұмыстан қуып жіберген еді. Бұны білген Қахраман Жананды Селимге әкеліп кешірім сұраттырады да оны қайта жұмысқа алады. Және Жананға осы балаға жұмысты үйрет деп тапсырма беріп кетеді. Әдеттегідей Қахраман жұмысқа келеді. Элиф басыма не келсе де осы Ерухандарының кесірінен деп ойлайды. Сөйтіп олардан кек алу үшін бүгіннен бастап компанияда жұмыс істеуге бел буады. Алда әлі талай қызықтар болады. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.